сабақтың тақырыбы құжаттың функционалдық бөліктерін анықтау, қаріп стилін басқару. Яғни бұл сабақта сіздер қаріптердің түрін, түсін, көлемін өзгертуді және тақырыптарды H1-ден H6-ға дейін өзгертуді үйренесіздер. HTML тілі құжаттардың ішкі тақырыптарының көлеміне қарай 6 түрлі деңгейін жасай алады. Олар H1-ден H6-ға дейін жасалынады. Жаңа жолдан басталатын абзацтарды белгілеу үшін P тегі қолданылады. Бір абзацты жаппай жаңа абзацты бастап кетсек, алдыңғы абзац автоматты түрде жабылады. Сондықтан P тегін жаппаса да болады. Егер абзац жасап бос жол қалдырмай жаңа жолға көшу қажет болса, онда жалғыз қолданылатын BR тегін пайдаланамыз. Қаріп стильдерін басқару. Әріптің мөлшерін, түсін және сызылымын таңдап алу үшін фонт тегін пайдаланамыз. Бұл қосарланған тег оның ашылған және жабылған тегтар арасында орналасқан барлық мәтінді түрлендіруге болады. Фонт тегінде қолдануға болатын size, color, face тәрізді 3 атрибуттың ең болмағанда біреуі тұруы тиіс. Біріншісі әріптің мөлшерін білдірсе, екіншісі әріптің түсін және үшіншісі әріптің типін білдіреді. Осы атрибуттың мәні компьютерде орнатылған қаріп атының біріне сәйкес келуі қажет. Мысалы, программа кезінде сіздер мынадай тегтардан тұратын команданы орындасаңыз, яғни бұл 4-ші мөлшермен Arial типімен жазылған сары түсті әріптерді көрсетеді екен. Осы параметрдің барлығын бүкіл құжат үшін бірден беру қажет болса, онда base font бір ғана тегі пайдаланылады. Бұл тегте де жоғары көрсетілген атрибуттарды пайдалануға болады екен. Тегтардың тағы бір арнайы тобы қаріптің сызылымын өзгерту мүмкіндігін береді. Бізде B тегінің ортасында жазылған мәтіндер бұл қарайтылып көрсетіледі. Ал I тегінің арасына жазылған қаріптер курсив түрінде беріледі. U тегімен берілген мәтіндер бұл асты сызылған түрінде берілсе, ал S тегімен берілген мәтіндер бұл белінен сызылған болып көрсетіледі екен. Осы айтылғандардың бәрін тәжірибе жүзінде көрсету үшін мына мысалды келтіріп көрейік. Бұны орындау үшін бізге блокнот қажет. Бұл жерде сіздерде жаңа теория бөлімінде айтылып кеткендей, мына жерде берілген base font, size 5, face Arial деп. Бұл жерде жаңағы қазір программа орындалғаннан кейін өзгерісті байқаймыз. Мына жерде бізге берілген P бұл жаңа айтылып өткен абзац. Font size, face, Times New Roman, color бұл жерде жасыл деп берілген. Яғни осы жасыл мәтіннің жасыл болып көрінуін байқау үшін мен мынадай мәтін енгіземін. Осыны біз қазір программада орындап көрейік. Ол үшін сохранить как командасын орындаймыз, яғни оған біз ат береміз. Оған біз ат берейік. Мәтін. Яғни бұның кеңейтілуі HTML болмаса HTML деп береміз. Файлдың типін өзгертеміз және кодировканы өзгертеміз. Сонымен қай жерге сақтау керек екендігін көрсетейік. Енді осы сақтаған құжатымызды қалай орындалғандығын тексерейік.
біздерде жаңағы код болып терілген кезде көрдік, Arialмен берілген, мына жаңағы жасыл түспен берілген. Енді бұл құжатқа тағы біз өзгерістер енгізіп көрейік. Мысалы, жаңа айтып өттік, B бұл бізде мәтінді қарайтылған түрінде көрсетеді дедік. Енді соны байқап көрейік. Бұл жерге мен мынадай сөздерді енгіземін. Яғни осы сөздерді біз жүйелік болып бізде қою түрде пернетақта көрсетті, және тышқан бізде асты сызылған, принтер сөзі беліне сызылған болып көрсетілуі қажет. Ол үшін біз сақтаймыз. Енді осыны тексеріп көрейік. Енді бұған тағы біз өзгерістер енгізейік. Мысалға айтатын болсақ, жүйелік блок деген сөзді біз көк түспен және мөлшерін өзгертейік. Ол үшін біз font face, font size және font color тегтарын пайдаланамыз. Фонт тегі жұп тег болғандықтан бұны біз жабамыз. Яғни мына жерде біз 12 деп берейік мөлшерін. Мына жерде біз көк түспен береміз. Енді осыны біз тағы сақтап көрейік. Мына жерде біздің жүйелік блок сөзіміз 12-ші мөлшермен көрсетілді және түсі өзгерді. Енді біз осы жерге тақырып қойып көрейік. Ол үшін біз мына жерге H1 және H1 тегі жабылады. Осы жерге біз тақырып қоямыз. H1 тақырып көлемін өзгертеді. Бұл да бізде жұп тег. Енді мына жерге біз тақырып жазайық. Компьютердің құрылғылары. Енді осыны біз сақтап көрейік. Яғни бізге мына жерде шықты компьютердің құрылғылары.